Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men vela. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'a maqtav, peygamberimizga salavatlar bolsun. Allah subhanahu wa ta'ala barşamыздың kıyamet günü yüzlerimizde jarık etip tarazımızda oң жағынан etken bolsun. İbrahim Adhamga bir kişi kelip, "Ey İbrahim, men nefsimde tiya almay жүрмін, осы nefsini tıyı üçün özünün nasihatыңды айтшы" deydi. Sonda İbrahim Adham, "Sen mına 5 нәрсені istesen, күнәдан tıyılasың" deydi. Onu estigen әлгі kişi, onun nasihatını tыңдауға құштарланып, "Айтшы İbrahim" deydi. Сол кезде İbrahim Adham, "Егер sen күнә істегің келсе, Allah subhanahu wa ta'ala'nın bergen rızkın jeme, tağamın jeme, susunu içpe" deydi. Onu estip taң kalıp, "Ey İbrahim, Allah subhanahu wa ta'ala rızıkты berуші ғой, sen bu sözді қалай айтып тұрсың" deydi. Егер sen bunu bilетін болсаң, Allah subhanahu wa ta'ala'nın rızkын jep тұрып, оған қарсы келуің дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес deydi. Екіншісін айтшы deydi. Егер күнә істегің келсе, жер бетінде жүрме дейді. Оны естіп тағы да таң қалып, "Ей İbrahim, бұл жердің бәрі Allah subhanahu wa ta'ala'ның мүлкі ғой, бұны да қалай айтып тұрсың" дейді. Егер бұны білетін болсаң, жер бетінде жүріп, Аллаға қалай қарсы күнә істейсің дейді. "Иә, дұрыс айтасың. Үшіншісін айт" дейді. Егер күнә істегің келсе, жан жағыңа қара да, ешкім көрмейтін жерге барып, білгеніңді істе дейді. Ол, "Ей İbrahim, senin Allah subhanahu wa ta'ala ашықта жасырын істеген істерін бәрін білуші ғой. Тіпті қап-қараңғы түні қара тастың үстіндегі қара құмырсқаның өрмелеуінде білуші ғой. Егер сен бұны білетін болсаң, Allah subhanahu wa ta'alaға қалай қарсы келесің" дейді. "Иә, дұрыс айтасың, төртіншісін айт" дейді. Егер де сенің ажалың келіп, жан алушы періште сенің жаныңды алайын деп жатқанда, менің жанымды кейін ал деп айт дейді. Сонда ол, "Ей İbrahim, сен Allah subhanahu wa ta'ala'ның мына аятын оқымайсың ба? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Егер де олардың ажалдары келсе, бір сәтке де кешікпейді, ілгерілмейді деген аятты оқымайсың ба деді. Егер бұны білсең, ертең күні қалай құтылмақсың дейді. "Иә, дұрыс айтасың. Бесіншісін айт" дейді. Егер де тозақтың сақшылары келіп, сені тозаққа алып кетейін деп жатқанда, олармен бірге барма дейді. Мұны естіп, әлгі кісі көзіне жас алып, "Тоқтай, İbrahim, түсіндім" деп өзінің ісіне тәубе етіп, өмірінің соңына дейін нәпсін тыйып құлшылықпен өткізген екен. Ендеше күнәнің үлкен кішісіне қарамаңыздар. Сіздердің үлкен деп жатқан күнәларыңыз Алланың хұзырында кіші болып саналу мүмкін. Ал сіздердің кіші деп санаған күнәларыңыз Алланың хұзырында үлкен болуы мүмкін. Шынайы мүміннің жүрегі кез келген күнәні үлкен санайды. Сондықтан да шал ақын, иман қой, ақыл қойшы, нәпсі бөрі, бөріге қой алдырмас, ердің ері демекші. Нәпсіні тыятын нағыз ердің бірі болайық. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.